Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Қартайғанда құтырған қақбастың шынын шаңша қағып, біз дүниеге беттей алмаса етемін оны. Уайымдама, бастысы тірі ғой, өліп қалмапты албасты хайуан, деп ашуланған енесі терезеге қарады. Екеуі осылай отырғанда күн кешкіріп, үйге күйеуі мен қайнатасы қосарлана кіріп келді. Орнынан атып тұрған енесі үйге кірген екеуге қарсы жүрді. Айттым мен саған, сол бәлені үйге жолатпа деп. Көр енді не болғанын, келініңе көз тігіп жүр хайуан. Келін бейшара қорыққанынан өзін қорғаймын деп пышақтап жіберіпті. Не дейді? Кімді, Шоқанды ма? Қайда қазір ол? Тірі ме екен? Келінге тиісіп жүр деймісің? Деген қайнатасы сөздің төркінін түсіне алмайды. Күйеуі де түсінбей қайта-қайта сұрақтың астын алды. Мәселенің мән-жайына қанық болған үй іші енді не істейтіндерін ақылдасып отыр. Тек Бағлан ғана шыдап отыра алмады. Қазір өзім ақ бауыздап өлтірем ол малғұнды. Көрсетем мен оған біреудің әйеліне көз тіккенді, деп үйден атып шықты. Артынан айқайлап тоқтатпақшы болған ата-анасына да келіншегіне де қарамады. Ешкімді тыңдамастан екі көзі ашудан қанталап, жұдырығын түйіп, Шоқанның ескі үйінің есігін бір теуіп ашты. Төрде сықырлаған жалғыз кереуетте шалқасынан жатқан Шоқанды көрді. Әлсіз қимылдап орнынан көтерілмекші болған оны Бағлан жұдырығымен жағынан салып қалды. Аузынан қан бұрқ ете қалған ол кереуетке жабысты да қалды. Аузына қан толып түкіруге орнынан тұра бергенде Бағлан аяқ киімімен дәл кеудесінен бір тепті. Ыңқ етіп кереуеттің арғы жағындағы орындықтың үстіне бел омыртқасымен түсті. Тұруға шамасы келмей қансырап жатса да ызадан күлген ол: келдің бе бейшара, қатын керек болып қалды ма? Ал сен қатыныңа керексің бе өзі? Жап аузыңды, бауыздап өлтірем. Қатының маған құмартып жүргенін білемісің? Өшір дедім саған үніңді. Болмаса мен неге бара берем үйіңе? Өзі шақырды мені. Құмарын қандырып алып, өтірік маған тиісті деп мүлейімсімесін. Елден жасыру үшін соңында өзіме пышақ ала жүгірді. Хайуан, өлтірем сені, сотқа берем, пышақта саусақ іздері бар. Осылай айтамын, көреміз сол кезде елге қай бетімен қарайтынын. Бағлан Шоқанды желкесінен ұстады да сүйреп келесі бөлмеге өтті. Сотқа дейін тірі болсаң айтасың оны, деді де үйінен алып келген пресс жібін мойнына салып келесі бөлмеге сүйрей жөнелді. Бірдеңені бүлдіретінін сезген ата-анасы артынан жүгіріп дер кезінде келді. Болмаса Шоқанның да Бағланның да жағдайы мүшкіл еді. Бірі соңғы демін алса, бірі темір тордан бірақ шығатынын анық еді. Әкесі алдын жеткен соң Бағланның қолындағы жіпке жармасты. Жіберіңіз пап, бұл малғұнның өлсе өлігі артық, деді көздері қанталап. Қой балам, жібер, қолыңды бұл харамның қанымен былғама, жібер оны. Екеуі жанталасып, Шоқанға жармасып, таласып жатқанда артынан жүгіре жеткен анасы айқайлап жіберді. Жексұрын неме, осыдан келініме бірдеңе болса сені аямаймын, өзім өлтіремін хайуан, деп қос қолдап ұра берді. Сіз неге келдіңіз мама? Балам, тез жедел жәрдем шақыр, келін ішім ауырып жатыр дейді. Сірә қатты қорқып қалған-ау, балаға бірдеңе болмасын. Не дейсіз апа, Данелия қалай? Ауырдым дейме? Қазір өзім апарамын ауруханаға. Олар келем дегенше деп Бағлан Шоқанды жібере салды. Сылқ кетіп еденге құлаған Шоқан тұруға әлі келмей жатыр. Бағлан оның ішінен бір тепті де кіжініп: осыдан балама, келіншегіме бірдеңе болса күнім бітті дей бер, деп бетіне бір түкірді де шығып кетті. Артынан ата-анасы ілесе шықты. Шоқанға ешкім қарағанда жоқ. Үйге келсе келіні өз бөлмесінде екен, төсегінде ыңырсып жатыр. Дереу көлікке отырғызды да аудандық ауруханаға жүріп кетті. Қайнатасы үйде қалып Шоқанмен сөйлеспекші болып шешті. Түннің бір уақытында үйге кіріп келген Бағлан мен кемпірін көрген ол дереу келінінің жағдайын тәлпіштеп сұрай бастады. Үнсіз отырған Бағлан әкесінің сұрағын
жауапсыз қалдырып, басы салбыраған күйі бөлмесіне кіріп кетті. Әйеліне бұрылып тағы да сұрағын қайталады. Келін қалай? Жағдайы жақсы ма? Ауыр. Баласын тастап қойды. Көп қан жоғалтыпты. Қазір демалады. Кіре алмайсыздар деген соң таңертең келеміз деп кеттік, деп сылқ етіп отыра кетті. Бұл түн Бағланның отбасы үшін өте ұзақ түн болды. Көз ілмей, кірпік қақпай таңды да атырды. Уақыт шіркін өтер емес. Таң қылаң бере үшеуі де ауруханаға аттанды. Келіндері көзін ашып, біраз өзіне келіп қалыпты. Аллаға шүкірлігін айтып, Данелияны палатаға шығарып, Бағлан жанында қалды да ата-анасы үйіне қайтты. Әкесі үйіне келе сала Шоқанның үйіне қарай беттеді. Әйелі, анау хайуанды ұрып өлтіріп қойып, бәлесіне қалма, жазасын заңды түрде алсын, деп дайындап жіберді. Бірақ Шоқанның қолында үлкен кузоры бар еді. Егер ол пышақталғанын айтса, Данелия да жазадан сытылмайтыны белгілі. Жылы жауып қояйын десе, келініне обал. Неде болса барып сөйлесейін деп Бағланның әкесі аяңдап келеді. Есігінде құлып тұр. Біраз ойланып тұрды. Қайда кетуі мүмкін? Көшеде ойнап жүрген бір-екі балаға көзі түсті. Әй балалар, Шоқан көке қайда кеткенін көрмедіңдер ме? Ол Бәленсаға кетті. Больница деймісің? Дәу машина келіп алып кетті. Сірә жедел жәрдем шығар. Не болды екен? Тірі қалсын әйтеуір. Пышақ жанай өткен еді, өлетіндей емес. Қан көп жоғалтқан шығар мүмкін, деп отағасы үйіне қайтты. Арада 2 жеті өтті. Данелия үйінде, 1 жеті ауруханада жатып шықты. Үйге келіп те мардымды ештеңе ішіп жемей жүр. Бүгін таңертең енесі батыл-батыл сөзбен қатты айтты. Қашанғы бұлай жүре бересің? Өз денсаулығыңды да ойласаңшы. Асқазаныңда ауырып тынатын болды ғой. Әлі жассың, маған талай немере туып бересің. Жинасаңшы біраз. Әрине, бізге де оңай емес. Алғашқы немереміз деп қатты күткен едік. Алланың ісі амал жоқ енді. Жылай берме болды, деді. Ойлап қараса, расында да түрінен түр қалмапты. 2 беті салбырап, жағы қушиып кетіпті. Енесінің мына сөздерінен соң Данелия кішкене бой түзеп жинақталайын деді. Бағланның да құрсүлдері жүргенін ойлады. Демеу боп келіншегінің көңілін аулап та әбіршіп кетіпті. Ал Шоқан сол күйі ауылға оралмады. Өмірлері қайта бір қалыпқа келіп, үй ішінде жарқын-жарқын көңілді күлкілер шығып, өмірлері жалғасып жатты. Тек Бағлан ғана іштей Шоқанға кектеніп жүр. Ол менің баламды өлтірді. Мен бәрібір жайден жай қоя салмаймын. Түбі оның жететін жеріне жетемін деп ойлап жүрген еді. Бір күні Данелия алаңсыз қақпаның алдын сыпырып жүрген. Атасы мен күйеуі жұмыста. Енесі үйде теледидар қарап отырған. Үйге келіні жүгіріп кірді. Апа, деді көздер жасаурап. Не болды, тыныштық па? Ана кісіні көрдім. Кім ол? Шоқанды. Үйінің алдында отыр екен. Көшеде қақпаның алдын сыпырып жүредім. Саған бірдеңе деді ме? Жоқ, тіпті бұрылып та қарамады. Албасты малғын, шықпа көшеге, кешке атаң айтамыз. Жүрегі дүрсілдеп, Данелияның тағы мазасы кете бастады. Апа, көшіп кетекші, қашанғы қорқып өмір сүреміз, қайда барамыз жаным ау? Біреуден қорқып көшіп кеткеніміз ақылға қонымсыз нәрсе ғой. Кешке сөйлесеміз, жарай ма? Оған дейін үйде жүре тұр, деді де өз орнынан тұрып сыртқа беттеді. Онысы Шоқаннан хабар алайын дегені болатын. Қақпа алдына шығып, ары-бері қарап еді, Шоқанды көре алмады. Есігі ашық тұр. Баруға батылы бармады. Барғанда не айтады? Әліптің артын бағайын, не болса да деп, кештің болуын күтіп үйіне кірді. Күткен кезде уақытта өтпей кетеді ғой шіркін. Есікті іштен ілді де, келініне жатып демалып ал деп, өзі бөлмесіне кетті. Данелия ойланып жатып, көзі ілініп барады. Ойы ары қарай түске жалғасып кетті. Түсінде Шоқан
үйіне кіріп келіп, бұған тарпа бас салып жатыр екен. Артынан Бағлан келіп, басынан балтамен ұрып өлтіріп қойыпты. Қатты қорқып Бағланды құшақтап жылап отыр. Сырт еткеннен оянып кетіп еді, жастығы суланып жылап жатыр екен. Арасында өкпесін баса алмай, екі иығы селк-селк етеді. Келген атасы мен Бағлан екен. Есікті енесі ашып, енді үйге кіріп келе жатыр. Кешкі астың үстінде көргендерін айтып берген еді. Үй үшін қалың үнсіздік басты. Әркім өз ойымен, енесі, баласы келіпті ғой, деді. Қазір үйінде ме екен? Білмедім, қазір қайда екенін. Көршіден естідім, ұлы келіпті, деді. Үйінің алдында шалынып, ішіне темір ұшы кіріп кеткен екен. Ауруханаға жатып шығыпты. Соған ұлы келіпті, деді мына көршіміз, деді енесі. Демек, ауруханада осылай айтқан болып тұр ғой, пышақ тиген жерін. Арада 2 күн өткенде Шоқанның баласы үйге келді. Әкесінің қандай адам екенін іштей білетін сияқты. Кінәлі адамша шалтақтай береді. Біраз сөзге тартып еді, Шоқанның барлық шынайы келбетін айтып берді. Амалсыз әкесі болған соң жүргенін айтты. Шоқан бала күнінен психикалық аурумен ауырады екен. Уақыт өте келе, ол ауруынан айығып, жігіт болып үйленіп, отбасылы болыпты. Бірақ кейін ауруы қайта қозғаған болуы керек, әйелін себепсіз ұрып соғатын көрінеді. Әйелінің ешкімі жоқ. Балалар үйінде тәрбиеленген екен. Ал Шоқанның туыстары баяғыда-ақ теріс айналған екен. Анасы қайтқан соң көзі қызына түскен Шоқан өз қызына да қорлық көрсеткен екен. Ұлы араша болып үлкен пәлегеттің бетін қайтарыпты. Содан қызы мен ұлы кәмелет жасқа толғанша әкесінен тек таяқ жеп өскен екен. Өз қолдары өз ауыздарына жеткен соң екеуі де қалаға кетіпті. Сол жақтан қызы тұрмысқа шығып, ұлы жұмыс жасайды. Әкесінің қаладағы ауруханаға келгенін есітіп, амалсыз келіпті. Ауылда да тыныш жүрмегенін естіп, қазір міне көңілі түсіп отыр. Қазір ауруы асқынып, көзіне ештеңе көрінбей жүрген сияқты. Айып етпессіздер. Қайтейін, өз қолымды өзімге сенбе. Ит те болса әкем ғой. Әкем сияқты болмайын деп барынша алыс ұстадым өзімді. Бірақ басқаға зияны тиіп жүр екен. Қалаға алып кетіп емдетпесем болмайтын сияқты, деп жүзін төмен салды. Мойыма балам, атаның жынды болса байлап бақ деген сөз бар. Қанша қорлық көрсетсе де тастамаймын дегеніңнен ақ нағыз жігіт екеніңді анық білдім. Бірақ бұлай өмір сүре берсе, қалада да біреуге зияны тиіп кетуі мүмкін ғой. Сонда қайтпексің? Білмеймін, деді басын төмен салбыратып, шекесін ұстаған күйі. Ұзақ әңгімелескен жас жігітпен үй іші түс ауғанша отырды. Дәм ауыз тиіп, бата қайырып, жас жігіт үйіне қайтты. Ертеңіне Шоқанның үйінің алдында көлік тұрғанын байқаған Бағланның әкесі ақырын солай қарай беттеді. Кешегі жас жігіт әкесін сүйеп үйден шығып келеді екен. Көлікке отырғызды да сыммен қоршалған шарбаққа қарай жүрді. Бағланның әкесімен қос қолдап амандасты да, қалаға кетіп барамыз, деді жүзі солыңқы түрде. Мейлі балам, аман бол, жолың болсын. Қалаға барып, психикалық ауруханаға жатқызатын болдым. Әзірге өзі білмейді. Бір күні болмаса бір күні біреуге оңбай зияны тиіп кете ме деп қорқамын. Дұрыс жасадың. Ал жақсы, жолың болсын деп батасын беріп арқасынан қақты. Көлік жүріп кетіп, Бағланның әкесі үйіне бұрыла бере, Шоқанның ескі үйінің терезе тұсына үй сатылады деген ілінген картон қағазын көрді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.